Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге мемлекеттік налогтың қарыз бар жоғын анықтамасын қалай алу және қайдан алуды көрсетемін. Яғни біз Яндекс браузерді ашып аламыз. Ашқаннан кейін біз нерген налоговый комитетті поисқа жазамыз. Жазғаннан кейін бізге бұл арнайы сайттар ашылады. Ең үстіндегі сайтты басамыз. Басқаннан кейін бізді арнайы сайтқа кірген кезде оң жақта төбеде біздің ETSP күшімізбен кіруді көрсетіп тұр міне. Осыны басамыз. Сілтемен басқаннан кейін біз жаңа өзіміздің күлшіміз қай жерде тұр, соны басамыз. Мысалы, мен күлшім өзімнің документімде тұр. ETSP күлш. Одан кейін ауытқына басамыз. Одан кейін мына жерге біз өзіміздің құпия сөзімізді тереміз. Теріп болғаннан кейін бізге ашылады. Ашылғаннан кейін мына жерде хаттама тұр, ол бізге қажет емес. Оны сайттың төбесіндегі қайтадан басамыз. Оны сайттың өзі ашылды. Налоговый комитеттің. Енді біз мына жерде салық өтінішті басамыз. Салық өтінішті басқаннан кейін мына жерде қараңыздар. Салықтық берешек дейді, осыны басамыз, астындағысын. Одан кейін біз мына жерде қараңыздар. Жерде мемлекеттік кірістер органның коды дейді. Значит, біз егер қай ауданда тұрамыз, қай облыста, қай қалада тұрамыз, осы жерден біз қателеспеуіміз керек. Мысалы, мен Қазығұрт ауданын таңдайтын болсам, Қазығұрт ауданының кодын жазамын. 5808 деп. Мұны Қазығұрт ауданы. Видеомда мен хатты жіберуді басам. Хатты жіберуді басқаннан кейін мен салық өтінішті қайтадан басам. Одан кейін ең астына түсем, мына жерде іздеуді басам. Іздеуді басқаннан кейін маған уже міне келді, міне бүгін 25-і 11-ға, сағат 4-дің 23 кетті. Мына жерде міне 23 кетті, міне 25-і 11-ға. Ақпаратты басам, міне. Ақпаратты арнайы өзін жаңа скачатып аласыздар. Басқаннан кейін міне PDF форматта болады. Ашасыздар. Ашқаннан кейін міне менің өзімнің салыққа қарызым бар жоғын міне анықтап көріп жатырмын. Осыны осылай алсаңыздар болады. Көрдіңіздер ғой, енді осыны P-ні бассаңыздар, мына принтерлер ашылады. Мына печатқа жіберсеңіздер, мына печатқа кетеді. Ал егер мен компьютер сақтаймын десеңіздер, жаңағыдай өздеріңіз мой компьютер үшін документтің ішінде тұрады. Загрузка деген жерде тұрады. Бұл осылай алсаңыздар болады. Рахмет сіздерге.